Barchaga salom do'stlar, sizlar men sport жаңалыктары. Videoni бастамас burun arnaga tirkelib, videoga like bosuvdi unutpangizlar. Mine жағдай qanchalıqta жаман. Kubaliqтың бапкері Айдосмен болған жағдайға киналыны айтты. Kubалық Давид Марелдің бапкері Ронни Шилс Айдос Ербосынұлымен айқаста қазақ боксшы нокаутқа түспей тұрып тоқтату керек деп есептейді. Оның сөзінше, торшыге Айдостың командасына жақын бару керек болған. Бұл айқасты ертерек тоқтату керек еді. Ол жігітке зиян келуіне жол берді. Тони Уэкс жақсы торшы, бірақ кейде боксшының командасына жақын келіп, сендерге мұны тоқтату қажет деген жон. Ербосынұлы нокаутқа түспей қалмас үшін лас жұдырықтаса бастады. Бұл намыс қысқаннан. Бұл жігіт мақтауға тұрарлық. Алайда оларды кейде өздеріне өзі құтқару қажет. Ол тым көп соққа алды. Білесіз бе не? Ол жігіт енді ешқашан жұдырықтаса алмай қалуы да мүмкін. Мына жағдай қаншалықты жаман, деп берді бапкердің сөзін. Промоутерлік компания Айдос Ербосынұлының денсаулығына қатысты ресми мәлімдеме жасады. Қазақстандық Сулейман промоутерлік компаниясы екінші орта салмақта өнер көрсететін Айдос Ербосынұлы денсаулығына қатысты ресми мәлімдеме жасады деп жазады. Еске салайық, Ербосынұлы кубалық Давид Марелге қарсы кездесуден кейін зәмбілмен алып кеткен болатын. Кен оны Хенеппи, Миннесота штаты, ақш аймағындағы медициналық орталыққа алып кеткен. Сосын оны миына қан кеткені анықталған. Сулейман Промотерс компаниясының барлық ұжымы Айдос Ербосынұлының жағдайын алаңдаулы және денсаулығына күнделікті бақылау жасауда. Біздің қайтпас қайсар батырымыз біз үшін кәсіпқой бокста ең үздік болып қала бермек. Қазір Айдос Миннеаполис қаласындағы үздік клиникалардың біріне жатқызылған. Дәрігерлердің сөзінше, жағдайы бір қалыпта. Біз оны денсаулығына жақсартатынына сенімдіміз. Спортшымыздың емделуіне жұмсалатын барлық шығындарды компания өз мойнына алды. Сондай-ақ Айдостың жауынгерлік рухын көтеру мен жақсырақ сезіну мақсатында қазақстандық жақындарын ақшқа алтыруды Сулейман Промотерс ұйымы өз жауапкершілігіне алды. Әрине, спорттың қай түрінде де, соның ішінде кәсіпқой бокста жарақат алу қаупі жоғары. Алайда біз кез келген жағдайда Айдос Ербосынұлының денсаулығы қалпына келу үшін барлық көмекті көрсететін боламыз делінген промоутерлік компания таратқан ақпаратта. Сіздермен спорт жаңалықтары болды. Арнаға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең соңғы жаңалықтар тек қана бізде болады.